Мәтін сұрақтар оқығаныңызды түсінуді қажет ететін сұрақтар болып табылады. Кітап оқуды әдетке айналдырған болсаңыз, мәтін сұрақтарды шешу сізге қиындық тудырмайды. Емтиханға дайындық барысында кітап оқуды қолға алу қажет, және оны уақытты жоғалтады деп ойламау керек. Кітап оқу сіздің түсіну және тұжырымдау қабілетіңізді дамытқандықтан, тек мәтін сұрақтарды ғана емес, барлық пәндерден сізге көмекші болады. Әрбір істің жеңіл жолы бар. Мәтін сұрақтарды шешудің қандай жеңіл жолдары бар? Міне қазір сол туралы айтатын боламыз. Бірінші әдіс. Мәтінге байланысты берілген сұрақтың тапсырмасынан бастау. Бір істі бастағанда, оны қандай мақсатпен жасап отырғанымызды білсек, жұмысымыз жеңілдейді. Сол себепті, алдымен сұрақтың тапсырмасын оқысаңыз, мәтінді оқып жатқанда автоматты түрде адамның миы оны түсінуге және шешуге бейімделіп оқитын болады. Тіпті мәтінді оқымас бұрын, алдымен жауап нұсқаларына көз жүгіртсеңіз, мәтінде не туралы айтылғанын және сізден не сұрап тұрғанын оп-оңай түсіне аласыз. Екінші әдіс. Сұрақтың тапсырмасын және сізден не сұрап тұрғанын жақсылап түсініп алыңыз. Кейде сұрақтың тапсырмасында айтылмаған, берілмеген, жатпайды секілді болымсыз тапсырмалар кездеседі. Мұндай болымсыз сұрақтарға абай болыңыз. Асты сызылған сөздерді де мұқият оқыңыз. Үшінші әдіс. Барлық жауап нұсқаларын міндетті түрде қарап шығыңыз. Кейде А жауап нұсқасы шатастырушы болуы мүмкін. Мәтінге байланысты жауап нұсқасы болуы да ықтимал. Бірақ басқа да жауап нұсқалары мәтіннің мағынасын одан да жақсы түсіндіре алатынын мұқият оқығанда байқай аласыз. Сіз А нұсқасын асығыс белгілеп жіберсеңіз, емтиханнан соң бұл қателігіңізді түзету кеш болады. Төртінші әдіс. Сұрақтарды өзіңіздің ыңғайыңызға қарай емес, сұрақта сізден не сұрап тұрғанына қарай тұжырым жасаңыз. Мәтіндегі ойды түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ сізден не сұрап тұрғаны маңызды. Себебі сұралған нәрселер мәтінде айтылғандар болып табылады. Бесінші әдіс. Ұзақ, көлемді тапсырмалардан қорықпаңыз. Сұрақтың ұзақтығы мен қиындығы көбінесе бірдей емес. Беттің жартысын алатын сұрақтар басқаларға қарағанда әлдеқайда жеңіл болуы мүмкін. Ұзақ сұрақтарда көбінесе оқиға беріледі де, оны көз алдыңызға елестетіп, есте сақтау өте жеңіл болғаны үшін сұрақты оп-оңай шешесіз. Алтыншы әдіс. Мәтіннің негізгі ойы әдетте соңғы сөйлемдерде келеді. Айрықша жағдайларды есептемегенде, мәтіннің негізгі ойын соңғы сөйлемнен іздеңіз. Жетінші әдіс. Соңғы және ең маңызды әдіс. Мәтін сұрақтарды барлығы шеше алады, бірақ маңыздысы сізге берілген уақытта шешіп үлгеру. Сол себепті тәжірибе жинап, тез шешуді үйрену өте маңызды. Тәжірибе жинау үшін белгілі бір тәртіппен сұрақ шешуіңіз керек. Ендеше, сізге ұсынысымыз күн сайын кем дегенде 20-30 мәтін сұрақ шешу.